Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін үй жағдайында дамский пальчики дайындайтын боламыз. Қалай дайындалғанын сізге қызық болса, видеоның соңына дейін үзбей көреміз. Және де көрмес бұрын мені қолдап, парақшама жазылып, лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Ал бисмилля. Ол үшін бізге газды немесе қызып тұрған пешке бір ыдысымызды қойып, ішіне 150 грамм сүт, 150 грамм су, шымшымдап тұз, және де 100 грамм қант, және де 150 грамм сары майымызды салып қайнатамыз. Қыздар, маргарин салмаймыз, маргарин су шығып кетеді. Барынша проценті жоғары сары май болғаны жақсы. Енді сары майымыз әбден ерігеннен кейін қайнаудың алдында осылай 200 грамм ұн саламыз. Астын жай қойып, отын жай қойып, тоқтаусыз былғап тұрамыз. Мінекей видеода көріп тұрғаныңыздай 2-3 минуттай былғаймыз. Мұнда ұны әбден ериді. Яғни қамырымыз дайын болады. Дайын болғанша былғаймыз осылай. Мінекей бізде қамырымыз дайын. Енді бұны 45 градус жылығанша қойып қоямыз. Яғни ысылай біз бұған жұмыртқа салмаймыз. Мен мына жерде 5 жұмыртқа дайындап алдым. Бірақ алдымен 3-еуін салып миксерге қойдым. Жұмыртқаны бөліп салып, қамырымыздың деңгейін тексеріп отырамыз. Мұнда менде қамырым қою екен, және де 2 жұмыртқаны қайтадан салып, тағы да миксерлеп жатырмын. Әбден араласқан қамыр қатты қою да емес, сұйық та емес. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай өте жабысқақ болады. Енді бұл қамырымызды әдемі формада салу үшін мен мұнда насадкамен пакетке насадка салып дайындап жатырмын. Егер ондай пакет насадкаларыңыз болмаса, ештеңе етпейді. Бір кесеге суды құйып, қасықты сулап отырып ақ дөңгелек жасауыңызға болады. Осы уақытта мен пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым. Мінекей пакетімізге толтырып салып алдым, және де пештің ыдысына пергамент қағазымды да төсеп дайындадым. Енді осылай кішілеу дөңгелетіп қойып шығамыз. Осыны қасықпен жасасаңыздар да болады, қыздар. Бұл уақытта мен пешімді 180 градусқа қосып қыздырып қойдым. Табанды пешке салғаннан кейін мен енді кремімді дайындаймын. Мына жерде мен үйде бар қалған қаймағымды салып жатырмын. Қыздар, қаймақ талғамайды, кез келген қаймақ болады. Іріп кетпесе болды, главное. Сосын үстіне 300 граммдай сливки құйдым. Қыздар, сливкиді бірінші соғып алған жоқпын, өйткені осының алдында дайындағанда қою болып кеткен болатын. Және де 50 грамм сахарный пудра салып, миксермен соғып аламыз. Креміміздің түрі сұйық қаймақтай болу керек қой, сұйық болу керек, главное. Енді Қазақстан шоколадымызды ерітіп аламыз. Баян сұлудікі жақсы ерейді, қыздар, рахаттікіне қарағанда. Және де кішкене ғана сары майды салып, үлкендеу ыдысқа су құйып, оның ішіне кіші ыдысқа шоколадпен сары майымызды салып аламыз. Осылай еріп жатырғанда былғап тұрамыз. Былғап бір қалыпқа түсіреміз. Ал мінекей біздің профитролларымыз дайын. Өте әдем шықты. Мынау 2 табасы піскен, 3-шісі әлі пісіп жатыр осы уақытта. Енді жаңа еріген шоколадымызды осындай пакетке құйып алып, аузын байлап тастадым. Және профитролларды осылай кремімізге салып жатырмын. Барлығын сен ыдысымызға сыйғанша салып, осылай араластырып аламыз. Және әрқайсысын штуктап отырып, осылай тарелкаге жайғастырамыз. Бірінші қатарын жайып жатырмын. Екінші қатар, мінекей. Салып болған соң, кремі сәл бойын ұстау үшін холодильникке қойып аламыз 5 минутқа. Морозилікке қойып алсаңыздар да болады. Сосын егер үйден табылса, жеміс-жидектермен әсемдесеңіз де болады. Болмаса қажет емес, жай шоколадпен ұзыр салсаңыздар да болады. Мен де алдын торт істегем, содан азғантай клубникамен кивиім қалған екен, сонымен әдеміледім. Мінекей, шоколадпен ұзыр істейміз. Оның өзі әдемі тұрады, қыздар. Бетіне шоколад жаққаннан кейін де тағы да 1 минутқа холодильникке салып аламыз. Шоколады қатқаны дұрыс. Ал мінекей біздің дамский пальчикіміз дайын.
менде үлкен бір тарелка және кішкентай 2 тарелка шықты. Барлығын жасадым. Кремім тіпті артылып та қалды. Өте дәмді шықты, қыздар. Видео ұнаған болса лайк басамыз, комментарийға егер дайындасаңыздар қалай шыққан туралы жазамыз, сұрақтарыңыз болса қоямыз. Парақшама жазылуды ұмытпаймыз. Рахмет менімен бірге болғандарыңыз үшін.